қасиетіміз бен құндылықтарымызды ұлықтап, ұлттық намысымызды оятқан, қазақты әлемге азаттық сүйгіш, рухы биік, намысы берік ел ретінде танытқан тәуелсіздік күні құтты болсын. Біз Кенен Әзірбаев атындағы номер 15-ші орта мектеп, Іле ауданының номер 14-ші мектебінен челленджді қабыл алдық. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары мен альпинистер тобымен Алатаудың Мұзарт шыңына шықтым. Шың басына тігілген, тау желінің күшімен құлаш жая желбіреген байрақтың әсері әлі есімде. Тәуелсіздік дәуірі дегеніміз ұлт бастан өтуі мүмкін еместе болып көрінетін таудың қатерлі соқпағымен жүріп өткенге тең құбылыс. Алайда біз оны да бағындырдық. Нұрсұлтан Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» кітабынан. Бүгінгі жетістіктер революция емес эволюциялық дамудың көрсеткіші, батыл реформалар мен инновация жемісі. Қазақстан халықаралық беделді ұйымға жетекшілік етуі, қауіпсіздік ұйымына төрағалық қылу, Орта Азияда басқа мемлекеттеріне бұйырмаған тарихи мүмкіндік. Үшінші дәрежеде емдеген қазақ тілінің мемлекеттік мәртебеге ие болуы, кеңестік идеология салдарынан тығырықта қалған тірліктің ені түзелді. Жер иесінің саны 70%-ға артты. Тиісінше ана тілінің мектептерінің саны артып, статистика бойынша 4 мыңға дейін жетті. Аман көшінде 130-ға жуық этностың мұраты үндестік таппаса береке қонбас еді, мереке де болмас еді. Осыны озық ойлай білген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 1995 жылдың 1 наурызында тұрақты мекенге тамын жайғызатын институт Қазақстан халықаралық ассамблеясын құрды. Бұл ұлы дала жаһан үшін бейбітшіліктің феномені. Экспо 2017 көрмесінің өтуі халықаралық шара барысында өз бастамаларын ұсынумен қатар әлемнің озығымен де ортақтасты. Және де Астанаға 5 мыңға жуық адам бас бұрды. Я, Аралбай Адана, хочу видеть будущее моей страны светлым и счастливым. Мое будущее уже определено. Я планирую выучиться на финансиста и буду работать на благо своей страны. И когда Казахстан войдет в 30-ку развитых стран, я буду горда и счастлива, что внесла в это свою лепту. Я поздравляю всех с Днем Независимости. Я, Паникарова Маргарита, считаю, что мы – будущее нашего процветающего государства. Я хочу работать и расти на благо моей Родины. Моя будущая профессия – педагог. Я выбрала ее для того, чтобы передавать свои знания и патриотизм новому поколению. Именно от нас зависит будущее нашей страны. Так пусть всегда процветает наша Родина, Республика Казахстан.